Да, Уайс келген файтер из страны Узбекистан. Против него будет сейчас драться Адлбек Кайргали. Надо уточнить, Адлбек является чемпионом мира по панкратиону, двукратным призером мира по панкратиону, а также призером мира по ММА. Он давно уже сделал имя в любительских турнирах по ММА во всех. Да, теперь мы ждем Кайргали Адлбека. Теперь у него, надеемся, успешный и долгий путь будет в профессиональном октагоне. Да, очень красивую музыку он выбрал для своего захода в октагон. Промайт, рядом у него личный тренер, это Жумагильдулла. Жаласулы Жумагильда является личным тренером. А также рядом мы видим Нурбека Атара и Иркуатула Нуртбека. Они все являются профессиональными бойцами. У Иркуатула Нуртбека есть небольшие травмы, у него продолжительное время идет перерыв, но он потихоньку вкатывается в это направление, делает большие шаги, опять-таки во всех турнирах, и хочет уже в этом году выступить тоже в профессиональном ринге, как будет такая возможность. Нуртбек Иркуатула по прозвищу Чемури, очень известный боец в Атырауской области. Да, Нурбек Атар, Расул Жумагильда, Иркуатула Нуртбек, очень мощная поддержка, мощный тренерский состав у нашего файтера Адлбека Кайргали. Ну что, посмотрим, какую схватку выйдут нам теперь наши бойцы. Onun jasa 35'te, onun boyu 170 santimetre, onun salmağı 70 kere, onun şekil konuda, esir yakınlarına 20 kez üstüne, 8 kişilik, rimde şimdiden olatan Karakalpakistan'ın Bakara, Nufus'tan gelmeyen Uvays Pregedar. Алдында Ардақ Сарайын октагонның қызыл құрыштарға шоугерді таныстырайын. Оның жасы 25-те, оның бойы 180 сантиметр, оның бойы 180 сантиметр, оның салмағы 70 келі. Кәсіби октагонда 3 кездесуде жеңіске жеткен, біреуінде жеңілген болатын. Бұл Атыраудың жолбарысы Адлбек Кайргали. Менің мұзатында сұхбаттан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Онысаңыз шығарыңызға сәттілік. Бірінші раунд, the first round. Бірден жауынгерді активті тұрғыда төбелеске кірісіп кеткен көріп отырмыз. Әлібек қазір жақсы позициялық тұрғыда көрініп отыр Уайстан қарағанда, алайда Уайста қояр емес. Брайан алды, жақсы сол жақ қолменен қазір жағының астына іліп үлгерді Әлібек Кайргали.
Ya bapkерler асықсық танытпауын сұрауда Әлібекке. Ya Тілегенов тор тұсында жұмыс жасану қажет. Бұл позицияда ұзақ тұруға да болмайды. Негізі партерге жақын жігіт екен біз қазір-ақ байқап отырмыз. Уайс Тілегеновтың. Әлбек Қайырғали болса соңғы әлем чемпионатынан осы күні кешен келді. Екінші орын күміс жүлдегері болып Панкратионнан болды. Жақсы көрсеткіш десе де болады. Польша елінде өткен Краковия елді мекеніндегі бұл әлем чемпионатында оның жанында болған Ерқуатұлы Нұртілекте де қатысқан болатын, алайда бұл жігітке кішкене сәтсіздеу атанды. Бұл турнир, Уайс болса әлсіне шабуылдау үстінде позициялық тұрғыда ұстайды дағы және оң жақ қолмен жағын іледі. Мінекей жақсы торға қарай жақындауды Әлібекте түсініп тұр. Торға жақын орналасу қажет екендігін. Уайс болса екі қолының білектегі күші мықты екенде байқату үстінде. Жалпы күресу жағынан таза жұмыстануда мүмкіндік бермеуде Әлібекке екі аяғымен тұруға. Мінекей бір тізесін қойды. Міне оң жақ қапталдан қазір жақсы соққылар жасап та үлгерді Уайс Тілегенов. 2 минут жарым уақыт көз ашылғанша өтіп кетті біздің бұл жауынгерлік сайыста. Бұндай аласапыран күрестер негізі физикалық тұрғыдағы жауынгерлерді қатты шаршататын түсінікті. Барлық күш жігерін бірінші раундта қалдырған бұл жігіттер екінші раундта кішкене босансып шығатын да түсінікті. Уайс болса дамыту үстінде позициясын ендігі жолда оң жақ аяғын санын көтеріп ұстауда. Оң жақ қапталдан қазір көрмек шабуылдауды. Уайс Тілегеновтың бапкерлерін естудеміз. Жақсы, өте жақсы дейді. Дәл осы қалпымнан қалма дегенге ал. Ал Әділбек Қайырғали болса. Әділбек Қайырғалиға да бір нәрселер жасауған жөн. Бұл жігіт енді көп дистанцияда жақсы жұмыс жасайтынды жақсы білеміз. Дәл сол Краковияда болған, Польшада болған әлем чемпионатында дәл сол дистанция тұрғыда стилистикасының арқасында ұтқан болатын. Көп өзінің жекпе-жектерін 1 минут уақыт қалғанда бапкерлер айтуда. Соның ішіне Жұмагелді Жалғасұлы қазір октагон сыртында барынша жан айқайменен ерекшеленіп отқан, өзінің оқушысы үшін, өзінің шәкірті үшін. Мінекей Уайс тағы да жұмыстануда. Негізгі толыққанда бірінші раундты дәл осы Уайс Тілегеновке берілген дұрыс па деп ойлаймын. Себебі октагон тұсында, тор тұсында ұстап позициялық тұрғыдағы шабуылдар жақсы көрсете білді. Артқа да шығып үлгерді. Мінекей ендігі өте керемет әдіс қолдана білді. Аяғын іліп құлатты қазір партерге, алайда ұзақ тұрмады. Онда Қайырғали түсінуде. Бұндай позициялық тұрғыда жеңіліс табатын, сондықтан да бірден екі аяқтың шуменен тұрып кетіп отыр. Осылайша бізде бірінші раунд аяқталды. Бірден байқауға болады. Өзбекстандық Уайс Тілегенов физикалық тұрғыда өте мықты жауынгер. Алайда біздің де отандасымыз Әділбек Қайырғали деп қояр емес. Бұл жігітте таза әдепті тұрғыда тор қасында жұмыстан алды.
Бірінші кезең, бірінші раундта болған барлық хайлайт кездерін сіз өз алдарыңызда көріп отырсыз. Жалпылама айтқанда, ендігі сақтық ұстап жүрді деп те айта алмаймыз. Мысалға алғанда, дәл осы Уайс Қайырғалидің орындауындағы керемет әдістемелерді көрдік. Ендігі екінші раундтың тағдыры қалай болмақ? Жаңағы бір сәтте бірінші раундтың басында бірден Қайырғали екі аяқты беріп қойған болатын. Соның нәтижесінде көп уақыт бойы тор тұсында ұстады. Екі жігіт барлық раунд бойы. Ал ендігі Қайырғали бұндай қателіктерді бермейтіні толықтай түсіндірді. Мінекей жақсы екі аяққа өткен болатын, алайда оны да жоққа шығарып отыр. Жақсы сол аяқпенен басына дейін жеткізе алды Әділбек. Әділбек мінекей осындай дистанцияда жұмыстанатын жақсы жауынгер екенін біз жақсы білеміз. Мінекей ортаңғы дистанцияны ұстап, толыққанды көп қатты жақындатпай, ал Уайс болса бірден екі аяққа шабатын жігіт екенін бірден көрсете білді. Тағы да тор тұсындағы жұмыс және ендігі раунд тек осымен аяқталмаса игі. Да, мы смотрим, как Уайс Тлегенов работает, хорошо работает в борцовских приемах. Есть у него очень хорошие данные. Ну и очень хороший сейчас может быть прием, болевой прием на голову. Но немножко неудобно ему было, и он сразу же оставил эту затею. Наш казахстанский боец Адилбек Қайырғали. Адилбек хорошо работает в средних дистанциях, у него очень хорошо развиты ноги и руки, но не дает этим работать в таких преимуществах узбекский боец. Он сразу же идет в клинч, сразу же идет в контакт. Тайкдауны делает. В первом раунде мы видели, как он, как хорошо у него был продвинут навык борьбы. И мы уже как минуту наблюдаем работу. Очень хорошо. По советам тренеров вышел все-таки из этого клинча наш соотечественник Адилбек. Теперь надо ему поработать руками, ногами. Да, уже в физическом плане немножко подустал. Очень мощный был. Мог бы быть колено у казахстанского файтера, но не получилось маленько. Уайс Тлегенов, да, очень сильно устал. Он уже полтора раунда держал напряжение своего визави, своего соперника Адилбека. И получается, теперь у Адилбека хорошие все-таки шансы, есть фора все-таки. Поработать надо ему в средних дистанциях. Ему рядом помогает, да, личный тренер его, Жалғасұлы Жұмагелді. Очень известный тренер в нашем кругу, в городе Атырау. Да, теперь можно вот посмотреть, что из себя представляет Уайс Тлегенов после полтора раунда. Мы видим, что очень свеже себя выглядит атыраускый боец. Вот у него проходит эти. Вот, очень хорошо прошел правый прямой у него. Да, ему надо включать вот эти вот функции руками, ногами. Не надо идти в клинч, я думаю. У него есть хорошее преимущество в этом плане, есть хорошие навыки. Все-таки призер чемпиона мира по панкратиону является очень левый боковой тоже. Немножко размытым боковой проходит у Уайса. Надо отвечать, да, коленом отвечает, очень зрелищно, очень ярко, но пока Уайс
Ой, я извиняюсь. Уайс Тлегенов, да. Я с Ермеком Павловым немного путал. Уайс Тлегенов держится. Вот опять-таки он возле теперь клетки держит нашего бойца. Не дает работы и сопернику, и практически сам тоже не работает, можно сказать. В позиционном плане он все четко делает, но опять-таки надо развить вот эту вот атаку, вот этот вот статус, надо развить как-то, как он делал еще в первом раунде. Какое колено сейчас очень неприятное проходит у Адильбека Кайыргали. Что случилось? Он хотел что сказать, я как понял, судьи, но нет. Вот хорошее левое колено, еще раз по корпусу. Да, надо работать в этом сегменте, а у нас уже второй раунд заканчивается. Да, очень свежо себя выглядит. В кондициях парень видно. В физическом плане тоже неплохо развит. Вот на днях только он пришел из Польши, из города Краковия, где он проходил там чемпионат мира, где там проходил, да. И он стал призером там. Так что можно сказать, то, что наш соотечественник, наш боец в форме. Я Уайс Тлегенов пенен Адильбек Кайыргалидың жекпе-жегінен 3-ші раундына келдік. Алғашқы бұл кештегі алғашқы жекпе-жек толыққанды 3-ші раундқа жетіп отқан. Оған дейінгі жігіттер 1-ші және 2-ші раундта бүткіл шаруаны шешіп тастап жүрді. Адильбек Кайыргалиға өзіндік сөзді де айта кеткен жөн. Бұл жігіт өте керемет көрінеді физикалық тұрғыда. Өзінің қарсыласын толыққанды негізі былай айтқанда жұмыстан тастады қарсыласыменен. Оның жақсы оң жақ қолменен жасалынған соққыларды өз нүктесіне жетіп жатты. Сонымен қатар тіземенде де 1-2 керемет соққы жасап өкпесін апарған біз білеміз. 3-ші раунд 5 минут қалды. Жұмыстану қажет екі жігітке де былай қарағанда позициялық тұрғыдағы шабуыл енді күреске жақын бұл Уайстың жағында болса, соққылар амплитудасы жөнінен ендігі өзіміздің қазақстандық бауырымызға беруіміз тиіс біз. Басымдылықты сондықтан да 3-ші кезең шешеді. Мінекей сол жақ соққы қолменен жақсы соққы жасай алды Адильбек. Мінекей айналып келіп оң жағының сыртымен соға білді. Корпуспен де жұмыстануда бас корпуспен жұмыстанып келе жатыр Адильбек Кайыргали. Мінекей дистанцияны өте керемет сезінуде бұл жігіт. Он киікті кіргізіп қояды. Оң жақ қапталдан жақсы, оң жақ қолмен де. Уайс болса дайын екенін көрсетуде. Бұндай соққылар мен үшін ештеңе емес дегенге де келтіріп отыр. Адильбекке де сондай. Тағы да Уайс 2 аяққа кірді. Алайда бұдан шығатын нәтиже бар ма? Дәл осы сұраққа жауапты ендігі алдағы секундта беру қажет. Уайс себебі осыған дейін 2 раунд бойы ұстап келді. Адильбекті жауап қайтпады. Да, опять-таки идет в клинч, идет в контакт узбекский файтер Уайс Тлегенов. Но безрезультатно какие-либо дальнейшие действия нет у этого бойца. Я думаю, надо будет развить. Я, конечно, все понимаю, есть физические кондиции, есть усталость, но опять-таки ты уже выходишь на 3 раунда по 5 минут, зная об этом. Так что я думаю, что Уайс Тлегенов лучше нас всех взятых знает, что надо работать, что надо делать и продолжать в этом же направлении. Но опять-таки, да, время уже истек. Теперь
Посмотрим, как будет работать казахстанский боец в средней дистанции, длинной дистанции. Очень хороший сейчас идет удар, но пока все эти удары отражает, да, Адильбек Кайырғали. Да, видно то, что уже медленным стал Уайс. Нету той скорости, которая была в первом раунде, который был во втором раунде. Сейчас маленько подустал. Опять-таки идет в контакт. Хочет сделать. Да, и ему это удается. И будет таким образом работать теперь Уайс Тлегенов. Если все это вот таким вот образом закончится, мне очень интересно, кто все-таки выиграет этот бой, потому что, можно сказать, в принципе, равный бой, но опять-таки эти амплитудные удары Адильбека очень хорошо идут. Я думаю, еще надо поднажать, еще надо продолжить в этом направлении работать ему. Да, вот так, хорошо идет. Да, минута 30 секунд остается. Ему это подсказывает тренера личные Адильбек, так что ему тоже надо поработать. Очень хороший сейчас делает печень, колено, борцовский прием. Вот он попал, я думаю, но еще неизвестно ничего. Очень крутое завершение от Адильбека Кайырғали. Сразу же попался узбекский файтер на своем же ошибке. Наш соотечественник сделал все возможное, чтобы досрочно завершить. У нас оставалась еще минута времени. Еще минута времени до конца третьего раунда, до конца этого матча. Но Адильбека на этом счет свои мысли, а это легко отбросил Нурбек, который сразу же и Нурбек Атар. Да, все наши атырауские бойцы рядом с ним находятся. Поздравляю Адильбека, поздравляю всех атырауских, а также казахстанских болельщиков с этим хорошим победой. Очень красиво завершил. Ждал своего момента, конечно же, наш боец ждал своего момента, и этот момент наступил, и сразу же он начал делать это, начал делать свое, и в конце сабмишн. Очень крутое выступление. Я Адильбектің орындауында өте керемет қазір жекпе-жек бола білді, өзіндік сәтін сол күтті, және сол сәт болған кезде жанкүйерлер де, бас бапкерлер де жан айқайымен айтты, қысу қажет, ұстау қажет, мойнынан тарту қажет деп. Мінекей, ортаға Рафхаттың да келіп отырғанын көріп отырмыз. Барлығы делік осы бір кәсіби спорттағы бастауларын ендігі бастап келе жатқан жігіттер асаулар әлі де көп, басар солар әлі де көп. Осы бір жасымызға үлкен жеңістерін бұл жекпе-жекте 3-ші раундтың 3-ші минуты мен 45-ші секундында қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен Адильбек Кайырғали, Қазақстан, Атырау. Ендеше микрофон сенде, көрермен жанкүйерлер айтатын сөзі болсын. Ассалаумағалейкум. Сөз негізінде Қазақстан тәуелсіздігінің құтты болсын. Және де үлкен ағайларыма Сағын ағай, Талғас Османенді, Ерлан ағай, Айдос ағай, ондай баба, күнкіна дабы өңіме қалайды. Сол короче. Мен алғыс айтам. Рахмет, добро.
Әділбек барлық бапкерлерін, жанкүйерлерді, Атырауды соның ішінде алғыс айтып, ағынан жарылып отыр. Өте керемет қазір болған жекпе-жек, оның орындауындағы соңына дейін өз сәтін күткен Әділбек, әйтеуір дегенде үшінші раундтың соңғы минуты уақыт қалғанда соңына дейін жеткізе алды бастаған ісін. Және де осы кішігірім уақыт болғаннан кейін сіздерге арнайы еліміздің 30 жылдықтың егемендігіне арналған өлең оқып беруге рұқсат етіңіздер. Авторы қазақ елінің арқалы азаматтардың бірі, атыраулық ақын, ғалым, сурколог, жазушы Бекет Қарашев. Қарсы алыңыздар. Мен көк түркпін, қазақпын. Автор Бекет Қарашев. Мен қазақпын, арғы тегіміз кең бабам. Бұл деректі Геродоттан табалам. Кентавр мен дәстүрім бір, салтым бір. Ендігі біздегі үлкен қақтығыстардың бірі бұл Ишан Галиев және оған қарсы өзбек файтері Руслан Ибрагимов. Қазақ деген алтын адам. Ишан Галиев өзіндік тамырым. Мен қазақпын, ешкімге бас имеге. Профессионалдық жекпе-жегіне бір жекпе-жек өткізіп, оны ұтысқа жеткен болатын. Батыс пенен шығыстың бағындырып жалғыз өзі билеген Лития, Рим, Қытай, Дәл осы Ерген файтинг чемпионшипті жасай